Бір аял жол бойындағы сәудегер кемпірден «Бәйегіңіз қанша?» деп сұрады. «Данасы 1,5 мың сомнан». Аял сұмлық ойлап, «Алтауын 6 мыңға бересіз бе, я мен кете берейін бе?» деді. Саудагер кемпір іләшсіздан разы болды. «Мейлі, ала қойың. Азалы бері неге тұр, сауда болмай жатыр. Бір данада мәйек сатқаным жоқ. Еш болмаса сізге сатып, саудамды ашып алайын» деді. Аял жерден жеті қоян тапқандай, мәйекті 3000 сом арзанға алғанына қуанып, қымбат бақалы көлігіне қарап жүрді. Аял сол күні достарыменен ресторанда болды. Әдеттегідей қаншама ауқатлық затларды бұйыртпа беріп, көбісі желінбей қалып қойды. Столға 1,400,000 сомлық шек әкеліп бергенде, Аял 1,500,000 сом беріп, қайтымы керек емеслігін айтты. Бұл ресторан істерінде әдеттегі жағдай. Бірақ мәйек сатып күн көріп отырған кемпір үшін жүде ауыр мәселе еді. Аял 3000 сомын қызғанды. Бірақ дерлік 1,5 миллион сом пұлды құры сауып жіберді. Не үшін біздердің ұсындай уақытлары жақсылық іслеудің орнына қызғаншақлығымыз тұтып қалады. Мүтәжге беруге қаржымыз жоқ. Бірақ болар болмас арзу хәуеслер үшін бірнеше миллионлап пұлларды сарп қылып жібереміз. Әтраптағылар біздерге бақа беруі үшін өздерімізді көрсетеміз. Бірақ бұндай өтірік абыройдың, бұндай өтірік мәртебенің кімге керегі бар? Не керегі бар? Әзизлер, пұлларымызды тек кереклі орынларға, кереклі инсанларға сарпылау несіп етсін.